Жер шарында 5 түрлі криптосити бар. 6-шысы бұйырса 2026 жылы Қазақстанда пайда болайын деп жатыр. Білесіздер ме? Бұл негізінде өте керемет идеялардың бірі. Бірақ бұл жерде бірнеше сұрақтар бар. Бірінші сұрақ, ЛРТ немесе Экспо сияқты парижнико басталмай ма? То есть қанша ақша бөлініп, соңында әрең істі нәтижеге шығаруда. Немесе екінші сұрақ, бұл жерден біз қалай ақша таба аламыз? Үшінші сұрақ, жаңағыдай налог жағынан, регулирование жағынан қалай болады. Жалпы осы сұрақтарды бүгін талқылаймыз, бірақ осы жерде бір кішкентай бір факт бар. То есть мен атап өткен 5 түрлі криптопроект, криптосити, ол белгілі бір қаланың районында немесе қаланың өзінде негізделген. Мысал үшін Эстония мен Швейцарияда, Сингапурда криптосити бір районға енгізілді. Сол жаққа IT стартаптар келіп жұмыс жасай алады. Ethereum немесе Cardano, Tezos, бұл өте үлкен налог жағынан табыс әкелуде. Екіншіден льготы, то есть жаңағыдай налог жағынан төлеткізбеуге рұқсат бере алады. Сен сол районда кез келген ресторанда, кез келген квартираға немесе кез келген бір услуганы криптовалютамен төлей аласың. И ең қызығы мықты IT стартап компанияларды өзіне қарай тартудың арқасында мемлекетке көп ақша келеді. Но осы мемлекеттердің арасында Дубай дейтін бар, который отдельно крипто-оазис ашты. То есть Дубайдың жанынан тағы да бір қаланы шығаруға өте көп бюджет бөлінді. Қазақстан дәл сол Дубайдың тірлігін істеп отыр. То есть криптоситиді белгілі бір Астана қаласының мысалы бір районына немесе Алматының бір районына енгізе салу деген жоқ. Конкретно жаңадан Алатау деген қала ашу керек. Сол қаланы іске асыру мақсатында ақша құю керек. Еще сол қалада криптосити жасау керек. Ну камон, ребята. То есть иностранцы Қазақстанға келген кезде олар район таңдайды, оларға удобство керек, баратын жер, кофейня, қыдыратын жерлер керек. Алатауда ештеңке жоқ қой. Біз сначала Алатауды көтеруіміз керек, потом барып криптоситиді енгізуіміз керек деп ойламайсыздар ма? Там же скучно будет. Қанша жерден налог алып таста, қанша жерден мықты IT стартап компанияларды шақыр, но оларда комфортный условия болмаса, олар қалмайды о жерде. Ладно, давайте более детально разберем. Ең бастысы, қалай бұл жерден біз ақша таба аламыз. Неге? Осы әрекеттің арқасынан биткойнның бағасы өседі, сол жайлы мен сіздерге бүгін айтатын боламын. Кеттік. Йо-майо, Дулат, сен мені қайдағы келгесің? Туфлимен, ақ шалбармен келсем, жаңбыр жауып, жүр, тезірек машинаға үлгерейік. Дулат, куда ты меня привез? Какую погоду? Давайте біраз историяға оралайық. 2019 жылдары Қытайда майнинг вообще запрещен болады. Майнинг дейтініміз жаңағы биткоин транзакцияларын іске асыратын майнерлар деп атайды осындай адамдар. То есть кез келген адам араларында 500 мың теңге, 1 миллион теңгеге видеокарталар сатып аласыңдар, үйлеріңе қойып қоясыңдар. И каждый биткоин транзакцияны іске асырған үшін сендерге биткоин беріп тұрады өзі. Сөйтіп ақша табуға болады негізінде. И вот, чем круче у той майнинг ферма, тем больше ты зарабатываешь, грубо говоря. Қытайда полный запрет қойылады да, ол жақтағы жаңағыдай криптоинвесторлар олар басқа мемлекет таңдайды. Сол кезде ең жақын Қазақстан, интернеті ең арзан Қазақстан. По факту бізде интернет өте арзан. Сен 5500 теңгеге безлимитный TikTok, безлимитный YouTube-ты ешқай мемлекетін таппайсың. Үшіншіден, ең арзан жаңағыдай электроэнергия, ең арзан налог. То есть таза табыстан сен инвестицияны келген ақшаңа 10% ғана төлейсің. Ешқандай НДС, ешқандай упрощенка жоқ, потому что криптомайнинг ол бізде в любом случае инвестиция ретінде іске асатын болған соң 10% ғана төленеді. То есть самое идеальное место. Окей. Бүкіл криптомайнерлар Қазақстанға келіп алады, әкіметтермен келісіп, ГЭС-тің жанынан күштілеп тұрып бір майнинг ферма салады. Күшті, бәрі жақсы. Но 2021 жылы январьский события болады, Қазақстанда 4 күнге интернетті өшіріп тастайды. Сол кезде бүкіл крипто инвесторлар шоке болады. Қалайша Қазақстан әлемде екінші орында биткоинға жауапкершілігі мол мемлекет бола тұрып, интернетті 4 күнге спокойно өшіре салады из-за политических действий. Сол кезде биткоинның бағасы амп етіп құлап қалады. И, конечно, бұл бүкіл криптовалюта саласын жүрген адамдарды қорқытады. И сол кезде Binance, Bybit дейтін сияқты крупный криптобиржаның бастары ойланады. Біз қазір Қазақстанмен воевать еткенше, ол жақтағы инвесторлары шығарғанша, келісінше бұл мемлекеттен дос болайық дейді, Қазақстанға келіп бастайды. Сол кезде біздің Қасым-Жомарт Тоқаев Binance криптобиржасының бастығымен екеуі кәдімгідей қол ұстасып келісімшартқа келеді. То есть олар
Қазақстанның жаңағыдай криптовалюта саласын жүрген адамдарды аңдап отырып үкіметке және данный жіберіп тұрады, үкімет олардан налог сұрап тұра алады. По идее, бұл өте керемет. Егер сіздер криптовалюта саласында ақша тапқыларыңыз келсе, ешқандай заңдылықпен проблема болмайды. Окей. Ақырын біз келе жатырмыз. Келесі шаг криптосити ашу, бұл өте керемет, потому что Binance, Bybit Қазақстанда. Мықты криптомайнерлар Қазақстанда. Біз екінші орында тұрмыз әлемде. И бұл сала біздің мемлекетке үлкен табыс әкеле алады. То есть ол жақтан келетін налогтың ақшасын есептейтін болсаңыздар, просто шоке боласыздар. Примерный оборот біздің эксподан қарағанда 100 есе көп болады. Соншалықты масштабный проект негізінде. Давайте ақша туралы сөйлесек. 2020 жылы Илон Маск өзінің твиттеріне былай деп айтады. Осыдан бастап адамдар Tesla автокөлігін биткоинға сатып ала алады деген жаңалықтан соң биткоиннің бағасы $10,000-дан $60,000-ға ұшырады. Ақырын коррекциямен төмен құлаған кезде тура осы уақытта Facebook метавселенныйға ауысады. То есть виртуальные очки, крипто ойындар, крипто проекттер хайповать ете бастаған кезде Sandbox'тың бағасы 11,000% өседі. Axie Infinity'нің бағасы 17,000% өседі. То есть биткоин өсті, трендтағы альткоиндар қатты өсіп кетті. Классно. Кстати, Sandbox ошол тағы да өсуі мүмкін, потому что Қазақстанда криптосити как раз таки осы Sandbox'пен жұмыс жасайтын болады. Окей. Енді дальше. Вот 2024 жыл кімнің есінде? Біз FED дейтін криптовалюта арқылы ақша тапқан болатынбыз, TAO дейтін криптовалюта арқылы ақша таптық. То есть ол 2024-тің ортасы искусственный интеллекттер дамып бастаған еді, но биткоиннің бағасы өспеді. Ол керісінше құлады. Получается, искусственный интеллекттің основасына жасалған блокчейндердің бағасы 500%-тен асатын еді, егер биткоин өссе. Биткоин өспеді, жаңағы 500% просто потолок болып қалды. Самое интересное, 2024 жылы апрельде бізде биткоинді халвинг болды. Соның өзінде криптопроекттер мықты потенциал көрсете алмады. К чему я? Я к тому, что биткоиннің бағасы өспей, ешқандай криптопроект іске аспайды. Вообще. Енді, жаңағы сияқты криптосити, мысал үшін Сальвадорда пайда болған кезде, то есть ол дейтін кәдімгідей биткоинға көп ақша құйды ғой. Олар биткоинді артынан сатып, больница, мектептер салып алды. Но соның өзінде криптосити просто жоқ болып кетті. Почему? Потому что опять-таки биткоиннің бағасы өспей қалды. Енді Binance, Bybit дейтін сияқты мықты достары бар. Біздің Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылы криптосити ашам десе, значит, сол биткоинның бағасы кем дегенде 150 мың, даже 180 мың доллар өсетінін біліп тұр. Бұл бізге қалай табыс әкеле алады? Каждый жыл мен криптовалюталарға фундаментальный анализ жасап, сендерге мықты сигнал беріп келе жатырмын. Даже ең соңғы XRP дейтін криптовалюта сотты жеңеді, достар. 3 жыл бойы соттасты, сатып алыңдар деп рилста түсірдім бар ғой, до такой степени. И оның бағасы 500% өсті. Я ни разу не ошибался. И вот 2024 жылдың аяғында 2025-тегі тренд ол DeFi, децентрализованный биржа болады деп айтқан болатынмын. Енді неге екенін дәлелдеймін. Децентрализованный және централизованный дейтін екі ұғым бар. Централизованный ол бізде Binance пен Bybit. То есть кәдімгі банк сияқты жұмыс жасайды. Қаласа сенің аккаунтын блокировать ете алады. Сенің переводтарын подозрительный болса запрет қоя алады. Короче, полный тотальный контроль. То есть регулирование. Ал децентрализованный деген ол жақта бастықтары жоқ. Жаңағы атап өткен криптоситилардың ішінде бір ғана мемлекет бар, Дубай дейтін. Солар ғана DeFi-ға күшті қолдау беруде. Қалғандары централизованныймен жұмыс жасайды. И вот каждый мемлекет қысым көрсетіп бастаған кезде адамдардың бәрі жынданып көтеріліс басталады. Крипто проекттер, криптомандардың арасында. И сол кезде DeFi, децентрализованный биржалардың монеталар ұшады. Это Uniswap, это PancakeSwap и так далее монет. И вот, достар, если сіздер, как есть криптовалюта саласында инвестиция жасап ақша тапқыларың келсе, біздің Клауд дейтін Telegram канал қоссаңдар болады. Ол жақта біз тек қана трейдингке қатысты сигналдар беріп қана қоймай, но еще и монеталарға тоже разборын жасап, обзорын жасап сигнал бере аламыз. Соңғы берген сигналдардың қазір скриншоттары шығады. Мы там примерно пока что заработали 100-200%. Но мы можем еще больше заработать. И бұл видео 5000 қаралым жинаса, мен более детальный децентрализованный монеталарға анализ жасап, сендерге күштеп тұрып сигнал беретін боламын. Если вы со мной, каналға лайк, подписка, тіркеліп қойыңдар.